Сәлем достым. Саған тамшы тас қайрайды, немесе шыдамдылық пен еңбек бәрін жеңеді деген сөз тіркесі таныс па? Олар егер күнделікті аз болса да, ілгері қадам жасасаңыз, ең алыстағы мақсаттың өзіне қол жеткізуге болады деген мағынаны білдіреді. Созылмалы ауруларды емдеудің басты принципі дәл осы тұрақтылық болып табылады. Дәл осы тұрақтылық адамдарға ғарышқа зымырандарды ұшыруға, алтын алқалар алуға, ауруларды жеңуге көмектеседі. Өз ауруыңызды басқарып отыру үшін не істеу қажет? Небәрі үш-ақ нәрсе. Алайда олардың әрқайсысы өте маңызды. Біріншісі, тағайындалған препараттардың барлығын дұрыс мөлшерде, белгіленген уақытта қабылдап отыру. Екіншісі, тамақтану режимін ұстанып, спортпен шұғылдану. Үшіншісі, спортшылар сияқты өз жағдайыңызды бақылап, дәрігерге көрініп отыру. Дәрілерді қабылдауды ұмытып және уақытын өткізіп алмау үшін жеке күнделік немесе күнтізбе жүргізіп, дәрілерді кішкентай қорапшаға салып, өзіңмен бірге алып жүрген, телефонға еске салуларды жазып, және жақындарыңыздан немесе созылмалы аурулары бар басқа адамдардан көмек сұраған дұрыс болады. Сен оған, ол саған көмектеседі. Дәрігерге неліктен үнемі тексеріліп отыру керек? Себебі сен өзіңнің денсаулығыңның қай жағына қарай өзгергенін және емдеу жолын өзгерту қажет пе, жоқ па, осының барлығын тек дәрігермен бірге бағалай аласың. Мысалы, диабеті бар балалар мен жасөспірімдер үшін диетаны өзгертіп, немесе инсулиннің дозалық коэффициенттерін өзгертуге ұсыныс жасау. Ал егер әңгіме айып шайлы болып отырған болса, біз оны шабуылдап жатқан кезде ол қорғануды үйреніп жатады. Осылайша препараттың тиімділігі төмендейді. Бұл жағдайда дәрігер айыпты әлсіз жерінен шабуылдайтын басқа дәріні тағайындайды. Алайда егер емдеу уақытша тоқтатылса, біз вирусқа демалып, қайта күш жинап алуға мүмкіндік бергендей боламыз. Егер бір рет өткізіп алсаң, оған бол алаңдама. Бастысы, бұл әдетке айналмауы тиіс. Сонда аурудың саған қарсы мүмкіндігі болмайды. Ой, уақыт аяқталып қалды. Соңында айтқым келетіні, қамығу, мазасыздану және тіпті қорқу бұл қалыпты жағдай. Дегенмен, саған әрдайым көмектесуге және қолдау көрсетуге дайын адамдарыңның бар екенін ұмытпа. Олардан бүркенбе. Сенің жаратылысың өзгермейді және ауру сенің жеке басыңның қасиеттерін еш қалай белгілемейді. Және де мынаны естен шығарма. Қарсы бағыттағы жел неғұрлым күшті болған сайын, арқаңдағы қанаттарың да сол ғұрлым үлкейе түседі. АИФ мен диабеті өз бетіңше басқару туралы барлық қажетті ақпаратты ЮНИСЕФ сайтындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған жаңа практикалық нұсқаулықтан таба аласың.